Ассалаумағалейкум достар, сендер мен Ирема. Және де бүгін бізде новый видеоролик. Бүгін мен донер істейтін боламын. Почему нет? Иә, донер қазақтағы ең такой тема ғой. Обсуждающий, да. Достар, мен алдын күні бір видео түсірген болатын, трейлер каналы деген. Ол білмеймін, бұдан бұрын шығып кетті ме или осыдан кейін шыға ма. Бірақ 100% көрінде, достар, жіберіп амандар. Если что, прикреплю там описанияда ма, ссылкасын если шығарсам. Эпический трейлер болды. Каждый көрген маған подписаться етеді, достар. Ал енді видеоға кеттік. Так, достар, перінде бізге керек нәрселер олар кефир, бір помидор и колбаса. Мен колбасаны алдым, өйткені менде не болмай қалыпты, этот курица. И қияр, потом сыр азақ қапты өте ше. Басқа колбаса болған. Так, достар, қалай соусты жасау керектігін үйретіп жіберейін. Мне хочется плакать. Ол үшін бізге бір чеснок керек. Чеснокты мелко рубить етеміз. Так, потом достар, біз осыны емкость аламыз да, бұған кефир құямыз. Так, кефир и сметана қосамыз, е. Так, кефир. И ең үстіне біз чеснок қосамыз. Араластырамыз. И все, соус готов. Осы соломка сияқты кесеміз. Ал, достар, самоутверждающийся факт деймі, короче. Сказочный долбоёб. Так, мен мынандай дәу лаваштарды бар ғой, екіге мына қайшымен алдым, екіге бөліп салдым, өйткені өте дәу екен, слишком. Міне осындай, мына шушание болса кешіріңдер, достар. Осындай лаваш алдым. Лавашның тандырный нан, негізі лаваш емес. Қазір біз осыған жасайтын боламыз. Так, ол үшін не істейміз біз? Так, осы жерге де примерно салам қазір. Бірінші, қазір. Так, продолжается работа, да. Примерно осы жерге салайық, достар. Мен аяққа қойын, да. Ой, души тамақ жейтін сияқтымыз ғой, қазір. Осы жерге қойық. Этот соус, мен бәрі тестировать еткен болатын. Өте дәмді қылып шығарады. Любой, даже донер болсын, не болсын, любой нәрсеге жарай береді. Сондықтан, достар, на заметку. Сколько цена осылай? Кейде шай келетін бар, достар. Не надо так. Үстіне біз енді колбаса салайық. Осындай слойный кәдімгідей. Не жалко вообще. Осылай салайық неге? Примерно ше. Әдемі болу үшін. Шет-шетіне по краям орын қалдырып қою керек негізі. Потом қияр салам оның үстіне. Оның үстіне қияр. Қияр азақ екен, сондықтан көп қоспаймыз. Точнее, мен көп қоспаймын. Рецепт на заметку, достар. Мен ненің орнына, колбасаның орнына тауық алайын деген, бірақ тауық үйде бітіп қап, мен бар деп ойлағам. Помидор салам. Помидор самое главное. Помидор, айтем не сидит. Сочный қылдырайды. Ой, дурак! Вот в чем прикол, да?
И давайте все вместе. Примерно көп қосып жіберем ойым даже. И үстіне тағы да сыр. Сырды обильно выпасывать дейміз. Вот так обильно, да. Баспайым. Мен сырым 4-5 топ шықты, короче, білмеймін. Но должно получиться вкусно, да. Енді үстіне тағы да бір соуспен құйып жіберейік. Бұлай. Әдемі кету үшін. Бұлай. Все. Енді екі жағын сворачивать етем. Мін. Мына екі жағы, ё-моё, достар, бөлініп отыр оны кәдімгідей. Что за некачественный продукт? Ертең сразу мына жақты сворачивать етеміз. Чтобы бұзылып кетпейтіндей әдемі қылып жасауымыз керек. Бірақ әдемі менде не получается деп па. Міне вообще әдемі шықпайды негізінде. Қылқас кішкене қуып отырмын. Все, первый готов, достар. Мынаны қараңдаршы қалай шықты. Ё-моё. Ёб твою мать, красотища какая. Так, достар, мен бәрін жасап бітейін, сондықтан кездесеміз тағы да. Жаңағы жасаған донерларымды уже мен духовканың ішіне салып қойған болатын. Міне тұр. Мен мұны примерно 15 минутке қойдым. Там 200 градуста. Пока что подрумянится етсін, потом көрсетемін, достар. 2000 years later. Ал достар, мінеки біздің долгожданный тамағымыз дайын болды. Қазір мен сіздерге корочкасын көрсетемін. Қалай естіп тұрсыңдар ма? Жесткая. Да, это жестко. Бірінші, чо дегустация болады. Кеттік. Ал мінеки достар, бізде дегустейшн. Қарағаныңыздар, короче, қандай іш. Ал қазір дәмін көреміз. Өте дәмді болып шықты, достар. Все пропало. Көріңдер. Ал осымен видеомыз аяқталды. Давайте. Жақынан көрсетіп жіберейін.